Эфирде таңғы ас айдары. Бүгін біз сіздермен тойымды әрі жеңіл дайындалатын таңғы ас дайындаймыз. Ол үшін бізге көмектесетін аспаз Гүлшат ханым. Сәлематсыз ба? Бүгін біз қандай тамақ түрін дайындаймыз? Біз бүгін тортилья деп аталатын испан құймағын жасаймыз. Оған бізге қажет заттар: картоп, жасыл бұршақ, жұмыртқа, пияз, қызанақ, зәйтүн майы, тұз және дәмдеуіштер. Әуелі картопты жіңішке етіп кесеміз. Пияз бен қызанақты ұсақтап турап аламыз. Табаға зәйтүн майын құйып қыздырамыз. Оған алдымен картоп, сосын пияз бен қызанақты саламыз. Жасыл бұршақты да қосамыз. Жұмыртқаға тұз және дәмдеуіш салып, оны да табаға құйып бірге пісіреміз. Асыңыз дәмді болсын.